Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауылдан қорықтым. Мақсаты демалыс орнының табиғаты туралы оқу, демалыс орнын сипаттап жазып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока «Я боялся урагана». Сегодня будем читать про место отдыха и научимся писать про свой отдых. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер дауыл, шторм, либо ураган, қатты, сильный, твердый, қорқу, бояться, толқын, волна, жағажай, пляж, теңіз, море, жартас, скала, қайық, это лодка. Жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз және есте сақтаймыз. Давайте повторим слова с помощью картинок и постараемся их запомнить. Жартас, толқын, жағажай, теңіз, қайық. Жарайсыңдар балалар, жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және жаттаймыз. Енді келесі тапсырма. Жаңа сөздерді қатыстырып, 3 сөйлем құрап жаз. Вам нужно, используя новые слова, записать 3 предложения в тетради. Енді келесі 3-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Ребята, давайте прочитаем вместе данный текст. Биыл теңіз жағасында демалып қайттым. Теңіздің жағасы өте әдемі. Жартастың қасында, ағаштардың саясында, жағажайда суретке түстім. Алғашқы 5 күнде күн райы керемет болды. Күн сайын теңізге шомылдым, күнге қыздырындым. Теңіздің жағасы аппақ құм. Арасында тұздар да жылтырайды. Соңғы 3 күнде күн райы күрт өзгерді. Қатты жел тұрды, дауыл соқты. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Серфинг тебетін спортшылар ғана теңізде жүр. Олар мүлде қорықпайды. Мен соңғы күндері теңіз жағасына барған жоқпын. Қатты тоңдым. Теңізден қатты жел соғады екен. Ал кейін дауыл тұрғанда тіпті қорықтым. Дауылды күндері жағажай бос болады. Балалар, мәтінді тағы бір рет аудармасымен бірге оқимыз. Еще раз внимательно прочитайте данный текст. Обратите внимание на новые слова, как они используются в предложениях. Енді мәтін бойынша 4-ші тапсырманы орындаймыз. Сұрақтарға жауап бер. Вам нужно устно ответить на данные вопросы по тексту. Бірінші, Ринат қайда демалды? Где отдыхал Ринат? Демалыс орнының табиғаты қандай? Какая природа на месте отдыха? Теңіздің айналасында не бар? Что есть вокруг моря? Жел тұрғанда теңізде не пайда болды? Что появилось на море после ветра? Ринат соңғы кездері неліктен жағажайға бармады? Почему Ринат не ходил на пляж в последнее время? Соңғы уақытта жағажай не себепті бос болды? Почему последнее время пляж пустовал? Және Ринат неден қатты қорықты? Чего сильно боялся Ринат? Ребята, на данные вопросы вы отвечаете устно и аудиосообщением отправляете своему учителю. Келесі, үй жұмысы 5-ші тапсырма, сұрақтарға жауап бере отырып, өз демалысың туралы жаз. Вам нужно, отвечая на данные вопросы, написать про свой отдых. Демалыс мезгілі қай уақытта болды? Когда был сезон отдыха. Сен қайда демалдың? Где ты отдыхал? Демалған жер көрікті болды ма? Красивое ли было место отдыха? Аймақтың күн райы қандай? Какая там была погода? Не ұнады, ұнамады. Что понравилось, а что нет? Және не білдің, не көрдің, что узнал, что видел. Ребята, это задание письменное, выполняете в тетради. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.